Баршаңызға сәлем достар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін сіздерге өзімнің көже дайындау тәсілімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қазанымызға мұздай су құйып, үстіне жуылған еттерді саламыз. Міне қазанымыз қайнайын деп жатыр. Енді бетінде көбіктерінің барлығын алып тастаймыз. Арпамызды мұқият жақсылап 2-3 қайтара жуып аламыз. Суымыз мөлдір таза болғанша бірнеше рет қайталаймыз. Бөлек ыдысымызға салып, ас қасықтың ұшымен тұзымызды салып пісіретін боламыз. Мінекей біздің етіміз қайнап жатыр. Осы орайда тарымызды осы сорпаға бұқтыратын боламыз. Тарыны да мұқият жуып алыңыздар бірнеше рет. Қарап тұрсаңыздар, лас су шығып жатыр. Бірнеше рет жуып алғандарыңыз абзал. Енді бөлек ыдысымызға салып, мұқият барлығын сүзіп аламыз. Қайнап жатырған сорпамызды үстіне құямыз. Тарыны осы сорпаға бұқтыратын боламыз. 20-25 минут жеткілікті. Бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Екі сағат қайнаған сорпамызды енді сүзіп алатын боламыз. Сүзгіден өткізіп, екінші бөлігіне кеспені салып пісіретін боламыз. Кеспе туралы бөлек видео шығады, күтіңіздер. Енді сүзіп алған еттерімізді ұсақтап турайтын боламыз. Мінекей біздің сорпамыз, тұзымыз, сүт, арпа, тары, ет және кеспеміз дайын. Енді барлығын бірге қосатын боламыз. Алдымен сорпадан алып, сүтімізге құйып араластырып аламыз. Себебі сүтіміз немесе сорпамыз іріп кетпеу үшін. Содан кейін барып қосатын боламыз. Мен қазақтың киелі саны 7 өнімді салатын боламын. Одан көп 9 тақ қылып қоссаңыздар да болады. Арпаны қосамыз. Тарымыз жібіп тұр, мінекей сорпаға бұқтырылып. Сорпаға ерекше дәм береді тарыда. Енді етімізді қосамыз және кеспемізді. Барлығын бір келке етіп араластырамыз. Қалауыңыз бойынша тұз қосасыздар, осы кезде дәмін қараңыздар. Менің етім тұздалған болғандықтан, тұзды аса көп қоса қойған жоқпын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамында Наурыз көжені барлық үй пісіреді десем де болады. Бұл тоқшылықтың, молшылықтың белгісі ретінде. Ұлыс оң болсын, еліміз жұртымыз аман болсын, ақ мол болсын деп ырымдап, осындай Наурыз көжені әрбір шаңырақ пісіреді деп ойлаймын. Егер менің осы рецептім ұнап жатырса, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер менің наурыз көже пісіру тәсілім ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер.
қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Замира.